Баршаңызға сәлем. Бүгін бестің чайына өте дәмді банан печеньесін дайындаймыз. Бөлме температурасында тұрған майға қантты салып, езіп аламыз, қаймақ салып, араластырамыз. Ұнға қопсытқыш салып, бөлек араластырып аламыз, електен өткізіп қосамыз. Қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Салмасын дайындаймыз. Сүзбеге жаңғақ, қант және сарыуыз қосып, жақсылап араластырамыз. Видеодағыдай қамырымызды кішкентай бөліктерге бөліп аламыз және дөңгелек жасаймыз. Қамырымызды жайып, салмасын салып, банан пішініне келтіреміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Және қалауыңызша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Ас болсын.